Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын осындай көкөністен дайындалған әрі пеште пісетін тағам дайындайтын боламыз. Менің парақшама тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Бізге ең алдымен ірімшік, қаймақ немесе майонез, сосын зәйтүн майы, менде бұл жерде паприка және қара бұрыш, сосын тұз керек болады. Ал көкөністерге келетін болсақ, әртүрлі көкөніс алсаңыздар болады. Менде бұл жерде болгар бұрышы, сәбіз, баклажан, қызанақтар, пияз және картоп. Ең алдымен пісіретін ыдысымызға осылай пергамент немесе фольганы қойып дайындалып аламыз. Енді көкөністерді турауға кірісетін боламыз. Көкөністерді кішкене ірілеу етіп турай берсеңіздер болады. Осылай кезекпен кезек сәбізді, картопты, барлық көкөністерді осылай кішкене ірілеу етіп турап алатын боламыз. Міне, көкөністеріміздің барлығын турап алдық. Енді үстіне дәміне қарай тұз және паприка, қара бұрышты, содан соң зәйтүн майын, содан соң қаймақты немесе майонезді қосып жақсылап тұрып араластырып шығатын боламыз. Мен бұл жерде майонезді қолданған болатынмын. Міне, осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне үккіштен ірімшікті өткізіп салатын боламыз. Және қызып тұрған пеште 200 градуста 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Және пісуіне 1-2 минут қалғанда бетіне қайттан сырды сеуіп жіберсеңіздер болады. Міне, біздің асымыз осылай оп-оңай болып дайындалады. Міндетті түрде жасап дәмін көріңіздер. Сіздермен бірге болған Раушан.